Ассаламу алейкум. Бүгін сіздермен тігін машинкалар жайында сөйлесетін боламыз. Егер де сіз тігіп үйренгіңіз келсе, осы машинканың қыр-сырын үйренуіңіз қажет болады. Бұдан да басқа пайдалы видеоларды көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп алыңыз. Ал біз бұл видеода не туралы айтамыз? Машинка сатып аларда неге көңіл бөлу қажет, қандай операциялар қажет болады и қандай операцияларсыз біз өмір сүруімізге болады. Тігін машинкаларын қайдан аламыз және қалай тиімді алуға болатыны және кішкене фирмалар жайында. Менің машинкам бұл Janome машинкасы. Машинкалардың алуан түрі бар. Джек болуы мүмкін, Jaguar болуы мүмкін, Pfaff, Singer, неше түрлі фирма бар. Айырмашылық тек қана корпусында және операциялар санында болады. Яғни корпусы, дизайны өзгереді, бірақ құрылысы тура сол күйінде қалады. Сіздер машина таңдар алдында менің кеңесім кемінде 50 жыл нарықта бар фирмаларда алуыңыз қажет. Олардың качествосы да жақсы болады және де бағасы да қолжетімді болады. Яғни айтқанымыздай дизайн өзгереді, бірақ характеристиканың барлығы сол болады. Біздің машинкамызда міне корпус бар және де ең бастысы машинканың жүрегі челнок. Челногымыздың тұрысы вертикальды тік деп айтамыз. Тағы да бір түрі ол горизонтальный дейді. Мен сізге қазір суретін осы жерге қоямын. Яғни біздің жаңағы челногымыз горизонтальды түрде осылай жататын болады. Бұл жерде айта кететін нәрсе, вертикальный челноктар горизонтальныға салыстырған кезде өте жақсы болып келеді. Яғни мен осы именно вертикальныйды таңдар едім, өйткені бұл жұқа матадан бастап қалың маталарды, басқа да маталардың барлығын ала береді. Челноктың мәселесін шештік, яғни сіз либо вертикальныйын аласыз, либо горизонтальныйын аласыз. Көбінде горизонтальный челноктарды жаңадан бастап жатқандар үшін жақсы дейді, өйткені ол заправка нити өте жеңіл жүреді и жас тігінші тезірек үйреніп кетеді дейді. Бірақ бұл жерде өзінің нюанстары бар, сол үшін осы жерде қаттырақ қарағаныңыз дұрыс. Одан кейін бізде операциялар, яғни тігістердің саны, мына жерде менде 9 тігістің түрі бар, яғни SS Super Stretch пен 18 операциямыз бар. Енді тігістің түріне келетін болсақ. Ең қажетті бізде түзу тігісті, ол любой машинкада жүреді. Бұл жерде көңіл аударатын нәрсе жаңағы тігісіміздің ширинасы мен длинасы дейді. Осыны регулировать ете алған дұрыс. Ол деген 0-ден бастап 4-ке дейін барады, кейбір машинкаларға 5 сантиметрге дейін барады. Бізге ең қажетті нәрсе бұлардың ширинасы мен длинасын регулировка жасай алуымызда. Мынау менде 1,5 мм ұзындықта тігілген, мынау 4 см және стандартты киім тіккен кезде мен 2,5-3 мм пайдаланамын. Бұл бізде ең басты нәрсе осы ширинасы мен длинасын. Келесі қажетті нәрсе бізде зигзаг. Бұл зигзаг. Егер сізде оверлок жоқ болатын болса, сіз тігінді жаңадан бастап жатқан болсаңыз, сізге зигзаг обязательно қажет болады. Мынау менде ең широкийі 5 мм-де тігілген. Осының барлығы бір машинада тігілген. Мына жүріспен мен обычно оюлардың үстінен зигзагтаймын. Мына тігіспен мен кулиркаға жасау үшін резинка өткіземін. Және де мынау тігіс декоративті және маталардың жан-жағын оверлоктауға арналған. Одан кейінгі нәрсе петля дейді. Петля. Бұл бізге не үшін? Бұл бізде жаңағы түймелерге, түйме тесігін дейді, соны дайындау үшін арналған. Болар машинкаларда полуавтоматты және автоматты болып келеді. Менің машинкамда бұл автоматты. Альхамдулилля. Бұл жерде оңай және тез жолмен осыны істей аласыз. Бұны қалай настройкасын жөндеу керек, қалай осындай автоматты түрде петля жасауға болатын келесі видеода көрсететін боламын. Яғни машинкаңыз сізге осылай петляңызды дайындап береді. Сіз осындай распарывательден сөгіткіштің көмегімен ақырындап қиып шығасыз. Ортасын тесесіз. Мінекей сізде түйменің тесігі дайын.
Бұл жерде тағы да айтып кететін нәрсе, егер сіздің жаңағы машинкаңызды таңдап алған машинкаңызда тігістердің саны көп, операциялардың саны көп болатын болса, соған байланысты машинкаңыздың да бағасы қымбатырақ келеді. Ал мен сізге айтарым, егер сіздің машинкаңызда осы нәрселер болатын болса, сізге бұл жеткілікті. Ол жерде 20, 60, 70 операция болғаннан ешқандай пайда жоқ, өйткені сіз оның 80%-ін пайдаланбайтын боласыз. Қымбатырақ алып қоймаңыз деген ниетпен. Енді машинканы қайдан және қалай тиімді алуға болады деген нәрсе. Сізге бір лайфхак болсын. Сіз егер машинканы қалай таңдарыңызды білмейтін болсаңыз, барлық жаңағы тігін машинкаларын сататын магазинге барасыз, өзіңізбен бірге қалың мата, орташа және жұқа матаны алып барасыз да, сол жердегі сатушыға маған тексеріп беріңізші деп өтінесіз. Ол сізге вежливый продавец болатын болса, барлығын тексеріп, көрсетіп, қарап береді. Бірақ салыстыратын болсақ, бізде интернет-магазинмен жаңағы жай қарапайым магазиндермен салыстыратын болсақ, бағасы қымбатырақ келеді. Не себепті? Енді аренда бар, басқа нәрселер болуы мүмкін. Біз бұл жерде қалай істейміз? Барамыз, өзімізге ұнайтын модельді қараймыз, маталарымызды алып барамыз, машинкамыздың барлық функцияларын тексереміз, барлығын сізге продавец басынан аяғына көрсетіп береді. Ұнаған моделімізді таңдаймыз, үйге келеміз, интернеттен спокойно скидочный болсын, жаңағы бонустық болсын, сондай машинкаларды таңдап аламыз да, и тиімді жолмен ақшамызды үнемдеп, өзімізге ұнайтын машинканың түрін аламыз. Келесі видео бізде машинканы заправка жасау болады. Және одан басқа қандай видеоларды көргіңіз келеді, соны комментарийға жазып келдіңіз. Мен міндетті түрде келесі видеоларда түсіретін боламын.